Осы рецепттен кейін мүлдем пряниктерді магазиннен сатып алмайтын боласыздар. Себебі бұл ең идеальный рецепт. Бір жұмыртқаға бір желток, жұмсақ сары май қосамыз. Қаймақ, қант, ванильный сахар және де сода қосып жақсылап араластырамыз. Онға разрыхлитель қосып бөлек араластырып аламыз. Үшке бөліп саламыз. Аз-аздан иліктен өткізіп отырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысып, жұмсақ болып шығады. Артық ұн қоспаймыз. Тегістеп морозильникқа жібереміз. Жарты сағаттан кейін осылай алып шығып, дөңгелектеп формамызға салып, 180 градуста 10-15 минут қана пісіреміз. Енді глазурь дайындаймыз. Жұмыртқаның ағына қантты қосып, водяная баняда ертіп аламыз. Міндетті түрде судан соң жақсылап тұрып миксерлейміз. Осындай густой белок шығады, глазурь шығады. Енді пряниктерге жағып шығамыз. Немесе бірден пряниктерді салып араластыра салсаңыздар болады. Міндетті түрде кептіріп аламыз бетін. Өте жұмсақ, нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.